сәлеметсіздер ме? Арнама жазылып қойыңыздар және де лайк басып пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Салт-дәстүр сөйлейді. Қолды жуған соң сілкіме. Бірде Ғайса пайғамбар жолаушылап келе жатып ібілісті көреді. Ібіліс ізіне жүздеген ұрпағын ертіп алып, сап болып кетіп бара жатыр екен. Ғайса сонда: «Әй ібіліс, мынаның барлығы балаларың ба?» деп сұрайды. «Иә, балаларым». «Не деген көп? Қалай өсіп көбейгенсіңдер?» деп таң қалады. Сонда ібіліс: «Кей адамдар қолын жуған кезде сілкілейді. Сілкігенде шашыраған әр тамшыдан менің балаларым пайда болады. Адам қолын жуғанда сүлгімен сүртпей сілкісе екен деп тілеп тұрамын» депті. Ібілістің жауабын естігенде Ғайсаның жүрегі дір ете қалыпты. Содан бастап ол жуған қолды сілкімеңдер деп үгіт насихат етіпті.